Мен Газибекова Айлазат Құрбанәліқызы. Маңғыстау облысының тумасымын. Алатау қырғыз этно-мәдени бірлестігінің мүшесімін. Ұлтым қырғыз. 2015 жылы қазан айында мен Маңғыстау облысының белсенді жастарымен елбасымен кездестім. Кездесу мақсаты менің елім мәңгілік ел Каспийден Алтайға дейін атты экспедицияның қатысушыларына ақ жол тілеу болатын. Кездесу барысында елбасымен бірге тілдесу, ән шырқау бұйырды. Жалпы ол кісінің аурасы өте мықты. Позитивті энергиясы адамды тартып тұрады. Кездесу барысында менің елім Қазақстан атты әннің авторымен, тарихи тұлғамен бірге ән шырқау өте ерекше сезім береді. Яғни мәртебе деп айта аламын. Жасай бер, жаса, қазағым менің, Қазақстаным, жасыл орманым. Сол кездесуге келген әрбір жастың арманы елбасымен амандасу болатын. Елбасы домбырашы ағамен амандасып, менен өтіп кетті. Әттең ай деп ойлағаныма 2 секундтай болмай, маған бұрылып келіп өзінің қолын созды. Дәл сол мезетте мен ерекше қуандым.